Шұғыл ақпарат. Кімдерге мандарин жеуге болмайды? Сәлеметсіз бе? Шұғыл және маңызды хабарламаларды жіберіп алмау үшін қазір лайк басып, жазылуды ұмытпаңыз. Мандариннің иммунитетті нығайту, ішек жұмысын жақсарту, С дәруменінің көп мөлшері, мазасыздықты азайту секілді көптеген пайдалы қасиетіне қарамастан, оның да бір қатар қарсы көрсетілімі бар. Кез келген өнімді шамадан тыс тұтыну денсаулыққа қауіпті. Өйткені артық энергия семіздікке, ал артық салмақ әртүрлі ауруға келетін май шөгінділерін тудырады. Ал мандаринді семіздік, бүйрек аурулары, ойық жара ауруларына және жоғарғы қышқылдағы бар адамдарға жеуге болмайды. Сонымен қатар, асқазан ішек жолының аурулары бар адамдарда мандаринді жеуден бас тартқаны абзал. Өйткені цитрус жемістері қышқылдықты арттырады. Мынау аурулардан зардап шегетін болсаңыз, мандарин жемеңіз. Энтерит, колит, гастрит. Мандариндегі жеміс қышқылы ішек пен асқазанның шырышты қабығын тітіркендіруі мүмкін. Мандаринді қант диабетімен ауыратын адамдарға да тұтынуға болмайды. Мамандар мандарин құрамында талшықтың көп болуына байланысты ол іштің кебуі мен метеоризмді, ал шамадан тыс жесе псевдоаллергиялық реакциялар тудыруы мүмкін екенін айтады. Бұдан бөлек, ғалымдар 1 жасқа дейінгі және тіпті 3 жасқа дейінгі балаларға цитрус жемістерін беру кезінде өте сақтықпен қарау керегін дәлелдеген. 3 жасқа толмаған балаларға мандаринді аз мөлшерде тексеру үшін беріп, реакциясын бақылау керек. Ал бөртпе, ауыздың ісінуі секілді аллергия белгілері пайда болса, жемістерден мүлдем бас тартып, дәрігерге қаралу керек. Айта кетейік, бұған дейін мандаринді қандай өнімдермен бірге жеуге болмайтыны хабарланған болатын.